Балаларым сұраған бойынша осындай бүгін керемет барни жасадым. Ал сіздермен де рецептісін бөлісе кетейін. Ең алдымен 2 жұмыртқамызды, қантымызды жақсылап езіп, аппақ көпіргенше араластырып аламыз. Үстіне майымызды салып, тағы бірде араластырып алатын боламыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін үстіне осылай сүтімізді құямыз. Сүтіміздің температурасы маңызды емес. Келесіде осылай ұнымыздың үстіне разрыхителімізді бірге араластырып, жаңағы массамызға аз-аздан салатын боламыз. Бізде осындай күшті масса болып шықты. Енді осы массамыздан 3 қасықтай жеке құйып алатын боласыздар. Және де оның үстіне 2 қасық какаоны қосып, жақсылап араластырып аламыз. Барни жасау үшін мен осындай силиконды формочкалар пайдаландым. Бұны сіздер кез келген жаңағы кондитерлік дүкеннен алсаңыздар болады. Біздің 2 массамызды осындай мешочка құйып алсаңыздар өте ыңғайлы болады. Осындай силикондарға біздің қонжықтарымыздың құлақтарын, аяқтарына осылай құйып шығатын боламыз. Балаларыңызға осындай дүкеннен алмай-ақ барниді осылай өз қолдарыңызбен жасап берсеңіздер өте дәмді болып шығады екен. Қыздар жұп-жұмсақ болып, кәдімгі дүкендегі барнидан кем түспейді. Қызып тұрған пеште 180 градусқа бір 20-25 минутқа ғана салып алатын боласыздар. Міне барниларымыз осындай нәзік болып шығады. Қыздар, менің видеом ұнаса лайк басып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар.